18-ші тарау. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәлләм жүрген жүрісі. Мен Алла елшісінен саллаллаху алейхи уәсәлләм көркем, сымбатты, әдемі ешкімді көрмедім. Бейне бір күн оның жүзінде тұрғандай. Алла елшісінен саллаллаху алейхи уәсәлләм жылдам жүретін ешкімді көрмедім. Жер оның астында айналып жатқан секілді. Біз соңынан ілесу үшін тез жүруге тырысып шаршап қаламыз. Ал ол бір қалыпты жүретін. Сахаба Али Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм туралы айтқанда, жүрген кезде бейне бір жоғарыдан төмен қарай түсіп келе жатқандай алға қарай нық қадам басатын деп сипаттайтын. Жүргенде бейне бір жоғарыдан төмен түсіп келе жатқандай қадам басатын. Түсіндірме. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм әдейі солай жүруге өзін икемдемейтін, яғни жасандылық емес. Оның табиғи болмысы, жүрген жүрісі жоғарыда баяндалғандай еді. 19-ші тарау. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәлләм шашын майлағаннан кейін шүберекті қолдануы. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм шашын майлағаннан соң бас киіміне, денесіне жұғып майланып қалмас үшін арнайы шүберекпен басын жиі жауып қоятын. Оның киімдері май сататын адамның киімі секілді боп тұратын. Түсіндірме. Сахаба Ибн Масғудтан жеткен хадисте бұлай жасау пайғамбарларға тән іс екендігі айтылған. Сондай-ақ басқа бір деректе мұндай нәрсе тек сөзі мен ісі даналыққа толы адамдардан пайда болатындығы баяндалады. Демек, аталған хабарлардан ғұламаларға да өздеріне тән бір ерекшелігі белгісі болғаны жөн екендігін аңғарамыз.